Мынау видеода Мұхтар Шаханов ағамыз өте қатты айтты. Кім туралы? Нұрболат Масанов және де Әліби Жангелдин туралы. Қазақтың арғы бергі тарихында өзінің ұлтына қарсы шыққан, тіліне қарсы шыққан қазақтар болған. Мына Әліби Жангелдин деген ағамыз ол кезінде өзі ұлтқа қарсы жұмыс жасаған. Өзінің фамилиясын Степнов деп өзгертіп алған. Және кейін христиан дініне ауысқан, сөйтіп тіптен христианның попы болған. Ал енді сол кісіден бастап мынау Нұрболат Масановқа дейін, Нұрболат Масанов деген қазақтың тілінің керегіне оны мұрағатқа қоюымыз керек. Бізге орыс тілі жетеді деген пікір айтқан адам. Ал енді осы екі аралықтағы Әліби Жангелдиннен Нұрболат Масановқа дейінгі аралықтағы ұлтқа, тілге қарсы шыққан, ұлтын менсінбеген, тілін менсінбеген қазақтарды зерттедік. Ал енді осы екі аралықтағы Әліби Жангелдиннен Нұрболат Масановқа дейінгі аралықтағы ұлтқа, тілге қарсы шыққан, ұлтын менсінбеген, тілін менсінбеген қазақтарды зерттедік. Соңында таңғажайып мынандай бір оқиға жолықтық. Кім ұлтын менсінбейді, кім тілін менсінбейді, кім ұлтына тіліне қарсы тас лақтырды ма, солардың барлығының тағдыры трагедиямен бітеді екен. Құдайдың өзі жазалайды екен. Өйткені себебі тілді де ұлтты да Құдай ойлап шығарған, Құдай жасаған. Яғни Әліби Жангелдин қазақ болса да өзінің фамилиясын да өзгерткен, Степнов деп, және де өзінің діннен өтіп христиан болған екен. Сол христиандық имам еткізетін, яғни жұмысын өткізетін поп болған екен. Одан кейін мынау Нұрболат Масанов деген, ол қазақ тілінің вообще керегі жоқ деп айтқан. Бұл жерде Мұхтар Шаханов ағамыз не деп жатыр? Тілді, салт дәстүрді білмейтін адамдар олар сатқындар дейді. Қазіргі уақытта қараңыздаршы, сіздің маңайыңызда, желілерде біздің тілімізді, салт дәстүрімізді менсінбей жүрген қаншама қазақтың қара көздері бар. Өте көп. Осылар қайдан пайда болды деп ойлайсыздар? Кеше ғана пайда болған жоқ олар. Міне Әліби Жангелдин, Нұрболат Масанов сияқтылар. Ол баяғыдан болған орыстарға, яғни Ресей империясына қызмет етіп, хан сұлтандарымызға, қазақтың зиялы қауымына қарсы шыққан адамдар. Оян қазақ фильмінде де көрдіңіздер ғой. Оян қазақ фильмінде өлеңді жаттап алып, өлеңнің барлығын кітабын менікі деп, сол кезде сатқындар болған. Міржақып Дулатұлын сатқан адамдар болған, білесіздер. Яғни сатқындар арамыздан шыққан, алыстан келмеген олар. Біздің арамызда да қазір көптеген сатқындар бар. Елім жерім деп өтірік айқайлап жүреді, бізге жат ұғымды алып келеді. Сол Әліби Жангелдин атында неше түрлі ауылдар бар, көшенің аттары бар. Болашақта әлі талай тарих ашылып, бұрын ұмыт болған адамдарды керісінше көше, ауыл, қала атауларын беріп жатады. Ал керісінше сатқындарды, қазаққа қарсы жұмыс жасаған адамдарды керісінше мен ойлаймын, болашақтың еншісінде оларды алып тастау мүмкін. Қалай ойлайсыздар, сол дұрыс па, дұрыс емес пе?